Ақмола облысы Жарқайың ауданы Далабай ауылының негізгі орта мектебі. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Амангелдин Ернур Жұмадилович. Сабақтың тақырыбы гимнастикалық жаттығулар, 7-ші сынып. Оқу мақсаты түрлі дене жаттығуларының іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізер әсері мен энергетикалық жүйесімен байланысты ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау. Қауіпсіздік ережелерін сақтау. Спорттық форманы киіңіз, мұғалімнің нұсқауы бойынша барлық жаттығуларды орындау. Қауіп төндіретін заттарды, сағат, сырға, білезік және тағы. Денемізді қыздырып алу үшін жалпы дамыту жаттығуларын бірге жасайық. Алғашқы жаттығуымыз мойынға арналған жаттығу. Аяқты иық көлемінде, қолды белге, басты оңға 5 рет, солға 5 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Солға 1, 2, 3, 4, 5. Келесі жаттығу қайшы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз аяқты иық көлемінде ашамыз. Оң қолды белге, сол қолды жоғары көтеріп, оңға солға қисаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы балалар. Аяқты алшақ ашып, оң қолды сол аяққа, сол қолды оң аяққа тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы балалар. Ал енді келесі жаттығуымыз сол аяқты оң қолға, оң аяқты сол қолға тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығуымыз аяқты қосып, қолды жоғары сермеп, оңға солға секіру жаттығуы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Олар соңғы келесі жаттығуымыз отырып тұру жаттығуы. 1, 2, асықпаймыз балалар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Осымен жаттығуымыз аяқталды. Гимнастика арнайы жаттығулар жүйесінен тұратын адам денсаулығын нығайту және оның денесінің үйлесімді дамуы үшін қолданылатын дене шынықтыру мен әдістемелік тәсілдер. Бірінші тапсырма сиқырлы сандар. Берілген ұяшықтағы сандардың бірін ойша таңдап, ұяшықтың артында белгілі бір дене мүшесінің атауы жасырылған. Жасырылған дене мүшесін қолдану арқылы гимнастикалық жаттығуларды құрастыру. Сиқырлы санның бірін таңдаңыз. Бірді немесе екіні немесе үшті. Сиқырлы санның артында дене мүшесінің қолдана отырып гимнастикалық жаттығулар құрастырыңыз. Бірінші ұяшықта қол, екінші ұяшықта аяқ, үшінші ұяшықта бел. Екінші тапсырма 1 минуттық әңгіме. 1 минуттық әңгіме әдіс арқылы құрастырылған гимнастикалық жаттығуларының адам ағзасына пайдасын айтып бер. Үй тапсырмасы. Гимнастикалық жаттығуларды қайталау.